Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен екінші сабағымыз бұл БЖБ және ТЖБ сараптамасын күнделіктен қалай шығарамыз және оны қалай таңдаймыз. Ол үшін сіздер күнделікке осылай кіресіздер. Күнделікке кірген кезде журналдарға кіріп өзіңіздің сабақ беретін сыныбыңызды таңдап аласыздар да. Мысалы, мен 11 В-ны таңдап алайын және информатика пәні. Қай топқа, бізде екі топқа бөлінетін болғандықтан әркім өзінің тобын белгілейді. Егер бөлінбейтін топ болса, сабақтар бар ғой бөлінбейтін, ол солай қала береді. Және соның жоғары жағына қарасаңыздар, мына жерде Excel деген тұрады. Бізге сол керек болады, осыны басасыздар. Және қарап тұрғандарыңыздай бұл төмен жағына түседі. Осы жерді ашасыздар. Осы жерде ашқаннан кейін разрешить дегенді алып аламыз. Сосын одан кейін бізге керек емес формативті бағалар, олардың бәрін алып тастаймыз. Осылай ерекшелеп белгілеп аламыз және біздің БЖБ-ға дейін күтіп отырамыз. Осы жерге келген кезде қалған жағы көріп тұрсыздар ғой, екі бөлікке бөлінді. Формативті бағаның бәрін ерекшелеп алдық, ал БЖБ, ТЖБ-ларымыз осылай қалды. Және жоғары жағына қарасаңыздар, удалить деп тұрады. Осыны удалить етіп тастайсыздар. Енді бізге бағалардың керегі жоқ, оны да удалить етіп тастайық. Бізге осылай шықты. Енді бізде 11 класста 3-ші тоқсан бойынша 2 БЖБ, 1 ТЖБ бар екен. Енді біз бұл БЖБ-ның процентін шығару үшін бірінші БЖБ-ға тиіспейміз, екінші БЖБ-ға қарап, осы жерден вставить етеміз. Вставить дегенді басамыз, қарасаңыздар басылады. Қазір менде бірден басылып кетті, қайтадан жаза салайын. Осы БЖБ деп осылай тұрады бірінші бөлімде, және вставить деген жоғары жағына барасыздар. Осының вставить столбцы на лист деген жерін екінші таңбасын таңдайсыздар. Сонда бізге қарасаңыздар бөлек графа ашылады. Енді тағы екінші БЖБ-ға да ашып алайын. Ол үшін 3-ші ТЖБ-ны басасыздар. Шатасып кетпеңіздер, себебі бір графа ашып отыру керек. Егер өзін бассаңыз шықпай қалады. Сондықтан екінші графаны бассаңыз, бұны мынанікі шығады. Соған мұқият қараңыздар. Мұқият қарап отырыңыздар. Басқан кезде екінші столбцы на лист дегенді басасыздар, шығады. Енді ТЖБ-ға да солай басып ашып қояйық. Сонда оңай болады бізге. Бір көрсетейін деп жатырмын да. Шықты. Және оны шатасып кетпеу үшін ерекшелеп алайық. Граница қоясыздар мына жерге. Біз дайындап алдық. Енді бірінші ТЖБ-ның процентін, болмаса пайызын шығару үшін клавиатураңызды ағылшын тіліне қойып, шрифтті басып, 5-ті бассаңыздар, процент шығады. Осылай бәріне процентін қойып алайық. Енді бізде максималды балл 10 балл бірінші БЖБ бойынша. Ол үшін біз оқушының жанына барып, тең деген белгіні қоямыз. Оқушының жанына барып, және оқушының аты тегі деген жерге қоймаймыз. Ол жерде максималды балл жазылады. Біз оқушының жанына барамыз. Тең белгісін қоясыздар. Және сол оқушының алған балын қоясыздар. Мына жерге бұл 10-шы графада Д деген мынау ячейка, соның 10-шысында жайласып тұр, сол шығады. Және клавиатурада дров дейміз ғой, біз бөлуді басып, максималды балды басамыз. Болмаса, максимал балды жазамыз қолмен 10 деп, және процент белгісін қоямыз. Соны жазып болғаннан кейін көрініп тұрған шығар сіздерге, Enter батырмасын басасыздар. Сонда 90 шығады. 90 деген бал шықты менде. Енді әр балаға солай жазып отырмаймыз. Мына жерде числовойға қойсаңыз болады. Общийда тұр ғой, бізде числовой тұр. Енді көбіңізде числовой болып тұруы мүмкін. Енді 2 үтірден кейін 2-0 тұр ғой, оны соңғы неге барып қайтарсаңыз, өзі қайтады. Қарап алыңыздар мына жерді мұқият. Мына жерде общий болып тұрған соны числовойға өткіздік. Менде бұрыннан жұмыс жасағаннан кейін бірден 90 шығады. Сіздерде ондай шықпауы мүмкін, сондықтан сіздерге мына жерді көрсетіп жатырмын.
және соңғы бетін басып үтірден кейінгі нөлді өшіреді мынау ең соңғысы. Енді бұның барлық оқушыны осылай жазып отырмаймыз. Бір оқушыны жазып, міне көріп тұрсыздар, кішкене шетінде мынандай тартатұғыны бар. Осыны төмен қарап тартасыздар. Тартқан кезде қарап отырсаңыздар, міне барлық баланың несі автомат түрде тұрады. Excel'дің ең қолайлы жері өзі автомат есептейді. Бір формула қойсаңыз болды. Енді келесіге тура солай жасаймыз. Тең және оқушының балын қоямыз, дропты басамыз, және ең үлкен бал 13 бал, сонымен процент жазамыз. Және enter батырмасын басамыз. Көрдіңіздер ма? Міне enter батырмасын басқан кезде бізде көп сан шығып кетті. Міне оны общийға кіресіздер да числовойға қоясыздар. Және соңғы немен басып отырасыздар. Кетеді. Числовойға қоясыздар, міне. Және соңғы нені басып отырсаңыз кетеді. Қарадыңыздар ғой, шықты. Енді соны астына тартып жібереміз. Қалған балдардың процент шықты. Енді TJB-ны да тура солай. Тең дегенді басамыз. Және сол оқушыны басамыз. Бөлуді қоямыз дропты. Және үлкен балымыз, максималды балымыз неше бұл жерде? 25. 25-тің жанына міндетті түрде процент қоямыз. Және enter батырмасын басамыз. Enter батырмасын. Сіздерде тағы қайталануы мүмкін. Мына жерде сол үшін ерінбей тағы көрсетейін. Числовойға қоясыздар. Міне, содан кейінгі соңғы 2-0 кету үшін осыны басасыздар. Және міне кішкене өзі бұрышы бар, соны тарта саласыздар. Ең оңай, ең қолайлы. Енді бұны өзіңіз копировать етіп аласыз. Ctrl-C деп бассаңыздар да болады, болмаса копировать десеңіздер болады. Енді өзіміздің жасап жатырған BJB, TJB сараптамамызға қоямыз. Міне, сонда әрбір оқушының өзінің талдауы шығады. Енді сіздер ары қарай өзіңіздің талдауыңызды жасап қоя саласыздар. Бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сәттілік. Осы қорытынды сабақтарыңыз жақсы және тиімді тез орындау үшін осы видеоны түсіруге тура келді. Сұрауларыңыз бойынша сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыздар.